Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін қаңтардың 19-ы. Сабақтың тақырыбы Аннельдің шашы ұзын. У Аннели волосы длинные. Диалог арқылы өткен сабақтарды қайталаймыз. С помощью диалога мы повторим пройденные темы. Сенің отбасың қандай? Какая у тебя семья? Менің отбасым шағын. Моя семья небольшая. Отбасында неше адам бар? Отбасында 4 адам бар. Олар кімдер? Олар әкем, анам, әпкем және мен. Сенің әпкең қандай? Твоя сестра какая? Менің әпкем ақылды. Моя сестра умная. Сенің ағаң қандай? Твой брат какой? Менің ағам күшті. Мой старший брат сильный. Девочкам задаем вопрос. Сенің сіңлің қандай? Менің сіңлім әдемі. Моя сестренка красивая. Мальчикам задаем вопрос. Сенің қарындасың қандай? Менің қарындасым әдемі. Сенің інің қандай? Твой братишка младший какой? Менің інім көңілді. Мой братишка веселый. Сен кімді жақсы көресің? Мен атамды, әжемді, анамды, әкемді жақсы көремін. Бүгінгі тақырып бойынша жаңа сөздер. Шаш, волосы, ұзын, длинные, қысқа, короткие, қоңыр, коричневые. Вспомним адамның дене мүшелері. Дене мүшелері части тела адамның человека. Бас, голова, шаш, волосы, көз, глаза, мұрын, нос, ауыз, рот, оң қол, правая рука, сол қол, левая рука, оң аяқ, правая нога, сол аяқ, левая нога. Давайте мы все скажем в первом лице. Менің басым, менің шашым, менің көзім, менің мұрным, менің аузым, менің оң қолым,